Баршаңызға сәлем. Бүгін менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай пекин капустасынан корей халқының чимчиін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай бір пекин капустасын қажет болады. Оны жақсылап сыртын тазалап, екіге бөліп, керек емес жерлерін алып тастаймыз. Ортасындағы қатты жерінде алып тастаймыз. Алып тазалап болғаннан кейін ірі қылып тураймыз. Бұл чимчи деп жатады, кимчи деп жатады. Бұл пекин капустасынан дайындалған чимчиімізді ұзақ сақтай алмайсыздар. Бұл пекин капустасынан жасаған чимчиді ұзақ сақтауға келмейді. Тек қазір жеу үшін ғана, яғни 1 апта, 2 апта ғана сақтай аласыздар. Жасап көріңіздер. Турап болғаннан кейін, осындай бір капуста болса, бір капустаға 2 ас қасық тұз саламыз. Оны жақсылап араластырамыз. Кейбір кісілер тұзды су, яғни рассол дайындап құйып жатады. Бұндай пекин капустасының өзі өте жұмсақ, сондықтан оған рассол, яғни тұзды судың құюдың қажеті жоқ. Мен бұл чимчиге дайын өзімнің бұрын дайындап қойған огоньогымды қосатын боламын. Егер сіздерде дайын огоньоктарыңыз болмаса, менің огоньокты қалай дайындайтын рецептін описание бөліміне қалдыратын боламын. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бетіне тарелка қойып, үстіне ауыр зат қойып, 1 түнге, яғни 1 тәулікке қоямыз. 1 тәулік өткеннен кейін оны мұжамыз, қолымызбен мұжып, суы шыққан соң салқын сумен жуамыз. Әбден салқын сумен жуып шығамыз. Салқын сумен жуып болғаннан кейін өзіміздің дайын огоньогымызды, ащымызды қосамыз. Қосып, жақсылап араластырып, суының дәмін көреміз. Егер тұз аз болса, тағы да тұз қосуларыңызға болады. Жақсылап араластырып, тағы да 1 тәулікке қалдырамыз. 1 тәуліктен кейін дайын болды чимчиіміз. Енді осындай контейнер адысыма салып, тоңазытқышта сақтайтын боламын. Рецепт өте оңай. Мына кимчиіміз өте жұмсақ, өте дәмді. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.